достар, сендермен бері пикс ағылшын тілін оқуға дайын болсаңдар, мен бастаймын. О жоқ, сендер бұл каналға тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп кетіңдер. Ал егер тіркелген болсаңдар, лайк басуды ұмытпаңдар. Ал мен жалғастырайын. Бүгін бізге кітаптан теріп алынған сөздер келіп түсті, бірақ өте керек сөздер, әрі бір түрлі сөздер. Хах. О жоқ, мен әжетханаға шығуды ұмытып кеттім. Шығып алайын. Мына жердің бәрін су алып кетті ғой. Ештеңе етпес, бәлкім осыған жазып көрелік. Бізге бірінші кітаптан алынған сөз ол unify. Unify. Бір керкі ету, яғни бір формада ету деген мағынаны білдіреді. Одан кейінгі сөзіміз ол want, мақтану деген мағынада қолданады. Whip, шыбықпен сабау, яғни шыбықтау. Етістік қана бола алады. Йон, есінеу, ел, қаңсылау, елт, өнім беру, екінші мағынасы көну, жол беру деген мағынаны білдіреді. Submerge ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда батыру, суға кетіру деген мағынада қолданады. Хуй, түкте емес деген сөз. Худу, сәтсіздік әкелетін зат. Келесі сөз Google емес, Google. Батырақ көз, батыраю деген мағынада қолданады. Яғни зат есім, етістікте болатын сөз. Фобия, тартыну, яу деген мағынаны білдіреді. Ал соңғы сөз ол ик, толықтыру. Егер зат жеткіліксіз болса, соны толықтыру, орнына келтіру, қалыпқа келтіру деген мағынаны білдіреді. Бітті.